Сәлеметсіңдер ма? Бүгінгі тақырыбымыз бірнеше санның арифметикалық ортасы және комбинаторика есептерін шығаратын боламыз. Бұл біздің оқулығымыздың 127-ші бетінде тұр. Сонымен бірнеше санның арифметикалық ортасы дегеннен және оны қалай табамыз, соған тоқталайық. Ол үшін бір шахмат ойындарында бір команданың алған ұпайлар санын зерттейік. Ұпайлар алды, ол команда 13, 12, қайтадан 13, 8, 10, 13 және 15 деген ұпайлар алсын. Осы алған, міне, бұл берілген бірнеше сан болып тұр. Осы сандардың арифметикалық ортасын қалай табамыз? Не ол арифметикалық орта деген? Соған тоқталайық. Яғни арифметикалық орта деген ол берілген бірнеше сандардың орташа мәнін айтады. Сонымен біз оны қалай табамыз? Оны табу үшін біз берілген сандардың бәрін қосамыз, жалпы санын табамыз. 13 қосу 12, қосу 13, қосу 8, қосу 10, қосу 13 және қосамыз 15. Барлық санды қалдырмай қосып аламыз да. Сол барлық санның қосындысын бөліп тастаймыз қосылғыштар санына. Қосылғыштар саны, яғни неше сан бар, соны санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан бар екен. Онда біз қосылғыштар саны 7, 7-ге бөлеміз. 7-ге бөлсек, шығады 7-ден. Енді мыналарды қосып алайық. 60 сан, 68, 76, 84. 84 сан. Жалпы қосындысы 84 екен. Енді 84-ті 7-ге бөліп тастасақ, 1-ден 14-нің ішінде 2. Сонда бұл берілген бірнеше санның арифметикалық ортасы 12. Яғни барлық бір команданың алған ұпайларының орташа мәні бізде 12 болады. Арифметикалық ортаны осылай табатын боламыз. Енді осы тақырыпқа екінші сеп қарастырайық. Екінші септі айтады: автомобиль 2 сағат 60,3 км сағат жылдамдықпен жүреді. Кейінгі 3 сағатта 70,4 жылдамдықпен жүреді км сағат. Ал соңғы 1 сағатта 65,8 км сағат жылдамдықпен жүрген болса, осы автомобильдің орташа жылдамдығын тап дейді. Орташа жылдамдықты қалай табамыз? Соған керек. Ол үшін алдымен әрбір уақыт мезетіндегі жүрген жолдарын тауып алу керекпіз. Сонымен біз білеміз, қашықтықты табу үшін жылдамдыққа уақытты көбейтеміз. Сол бойынша әрбіреуін көбейтіп шығайын. Сонда осы жерде шығады, 2-ге көбейткенде 122,16 километр шығады бірінші жолы. Екіншісі 3-ге көбейтейік. Көбейту амалы онда да 220,2 километр жүреді екен. Ал соңғы 1 сағат ол өзі 65,8 километр. Солай әр уақыт мезетіндегі жүрген жолын тауып алдық па, енді ары-қарай орташа жылдамдықты үшін бірінші жалпы жүрген жолын тауып аламыз. Осы қашықтықтарды бір-біріне қосамыз. 122,16-ға қосамыз 220,2-ні. Оған қосамыз 65,8-ді. Сонда тең болады 408,16 километр жүреді екен. Жалпы жолды таптық. Ары қарай екіншісі, бізге осы жалпы жолды жүруге кеткен уақытты табамыз. Уақытта мен 2 сағат, 3 және 1 сағат бәрін қосып аламыз.
2 қосу 3 қосу 1 тең болады 6 сағат. Енді бізге есепте сұрап тұрғаны орташа жылдамдық болатын. Жылдамдықты табу үшін біз қашықтықты уақытқа бөлеміз. Сонда орташа жылдамдық табады. Жылдамдықты әдетте v әрпімен белгілейміз. Бізге орташа жылдамдықты сұрапты. Онда тең болады жалпы жүрген жолды 408,16-ны бөліп тастаймыз 6-ға. Сол кезде 40-тың ішінде 6-36, 8-ден 1/1. 68,1 километр сағат. Есептің жауабы 68,1 километр сағат орташа жылдамдық. Деп табамыз. Сонда орташа жылдамдықты табу үшін біз жалпы жүрген жолды барлық кеткен уақытқа бөліп тастадық. Сол кезде орташа жылдамдық табылады.